Спортта үлкен жеңістермен қатар жағымсыз жеңілдіктер де болады. Оларсыз спортты елестету қиын. Спорттағы осындай сәттерді бүгін тамашалайтын боламыз. Қазіргі қаһармандарға олардың осы әрекеттерін ұзақ уақыт еске салғанын ұмытпаңыз. Балалық шағымда мен гольф бәсекелерін қарап отырып, шарларды жердегі тесіктерге салған оңай нәрсе бар ма деп ойлайтынмын. Есейе келе, тесікке байланысты нәрсенің барлығы да оңай емес екенін түсіндім. Бейнедегі бұл спортшы бірнеше рет жап-жақын жердегі шарды тесікке сала алмады. Жарнама ролигінің түсірілімі кезінде екі танымал теннисші Мария Шарапова мен Новак Джокович келеңсіз оқиға орын алды. Новак басына банканы қойып, ал Мария оны ұрып түсіруі керек еді. Бірақ бұл оқиғаның соңы видеодағыдай аяқталды. Give me best shot. Қақпашы үшін ең ұят жағдай екі аяғының арасынан гол жіберіп алу ғой. Солай ма? Жоқ, олай емес екен. Ең ұят жағдай бұл ауттан гол жіберу. Бобслейшілердің киімі дененің өте тығыз жауып тұруы керек, себебі бұл спортта аэродинамика өте маңызды. Кейде олар соншалықты тар болғандықтан осындай келеңсіз жайттар болып тұрады. Сіз өміріңізде әйелдер регбиінің ойын көрдіңіз бе? Мына киімдерге қараңызшы. Осылардың өзі ұят жағдайда себеп болу жеткілікті. Қарап тұрсақ, эш киімдер ойынның кезінде де ақ түсі қалып жатады. Баскетболдағы ең әдемі голдар себеттің үстіне сыланатын голдар, және кейде олар артық кетіп, себетті құлатып жібереді. Криштиану Роналдо керемет футболшы, бірақ меніңше оған батылдық жетіспейді. Әйтпесе мына қылығына қалай түсіндіруге болады? Хоккей ең сұрапыл спорт түрі, және әлсіздерге бұл жерде орын жоқ. Ол жерде төбелесу әдеттегідей жағдай, бірақ кейде төбелес ұят жағдайда алып келу мүмкін. Сіздің ыңғайлылығыңыз үшін бейнені жылдамдатып ұсынып отырмын. Бүгінге осы. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео туралы өз ойларыңызды жазыңыздар, және әрине жаңа видеоны жіберіп алмау үшін қоңырауды басыңыз. Келесі кездескенше.